Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге қарбыздың пайдасы мен зияны туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Қарбыз көпшілік жақсы көретін жазғы жидектердің бірі. Ол түрлі дәрумендерге бай және адам денсаулығына пайдалы. Бірақ кей жағдайда одан бас тартқанымыз жөн. Себебі оның артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталамыз. Артықшылығы: қарбыз ас қорытуды жақсартады. Піскен қарбызды дәрігерлер бауыр және бүйрек аурулары бар адамдарға жеуді ұсынады. Гипертониясы жоғары, қан қысым бар және жүрек жеткіліксіздігімен қиналатын адамдарға қарбыз да пайдалы. Себебі қарбыздың құрамында ас қорытуды жақсартуға ықпал ететін микроэлементтер бар. Кемшілігі: қарбызда сахароза мөлшері көп. Қарбыз етінде 13%-ға дейін глюкоза, сахароза және фруктоза секілді жеңіл сіңетін қанттар бар. Қарбыздың калориясы 100 грамм, қарбызда бар болғаны 38-40 калория. Төмен болғанымен оның құрамында қант көп. Сондықтан қант диабетінен қиналатын және артық салмақпен күресетін адамдарға одан бас тарту ұсынылады. Артықшылығы: қарбызда бақыт гормоны бар. Қарбыз жеу шынымен де біздің көңіл-күйімізге жағымды әсер етеді. Себебі оның етінде бақыт гормоны серотониннің бөлінуіне ықпал ететін заттар бар. Ал оның құрамындағы магний мен түрлі антиоксиданттар күйзеліспен күресуге көмектеседі. Кемшілігі: қарбызда қауіпті микробтар болуы мүмкін. Бұл жеміс жерде пісетіндіктен, содан стерилді емес дүкендерде тасымалданып, сол жерде сақталатындықтан оның бетіне ауру тудырғыш микробтардың жиналу қаупі бар. Әсіресе қарбыз жарылып, микробтар оның ішіне кіріп кетсе, ол қауіпті. Бұл кезде ішек таяқшасын және басқа да жұқпалыларды жұқтырып алуыңыз мүмкін. Сол үшін де зақымдалған тұтас қарбыз алған дұрыс. Оны үйге әкелген соң ағып тұрған судың астында жақсылап жуыңыз, немесе суы бар ыдысқа бірнеше сағатқа салып қойыңыз. Қарбыз қабынуға қарсы қасиетке ие. Қарбыздың құрамында ликопин бар, сондықтан ол қабынуға қарсы өнімдер қатарына жатады. Бұл зат түрлі қабыну процестерін бұғаттайды және ағзаға қауіп төндіретін бос радикалдарды бейтараптандырады. Сол үшін қарбызды артритпен қиналатын адамдарға жеу ұсынылады. Кемшілігі: қарбызда шамадан тыс көп қуықтың созылуын тудыруы мүмкін. Жүйелі түрде кіші дәретке бармау және қарбызды көп жеу қуықтың созылып кетуіне әкелуі мүмкін. Сол үшін жағымсыздық сезінумен қатар несеп-жыныстық жүйесі проблемасы пайда болуы мүмкін. Қарбызды шамадан тыс көп жеу іштің кебуі және үлкен дәрет проблемасын тудырады. Қарбызда А дәрумені бар. А дәрумені тері, тырнақ және шаш саулығы мен сұлулығынан сақтауға қажет. Шамамен 100 грамм піскен қарбызда осы дәруменнің тәуліктік нормасының 1/4 бөлігі бар. Сондай-ақ қарбызда коллаген және эластин өңделуін арттыратын аскорбин қышқылы бар. Қарбызда нитраттар болуы мүмкін. Ниеті нашар фермерлер қолданатын нитраттар жасушалық тыныс проблемаларына әкелуі мүмкін. Мысалы, көп нитрат тұтынатын балалар жиі ауырады, нашар ұйықтайды және ашушаң болып кетеді. Сондай-ақ қарбызда бета-каротин бар және оларды көруді қалыпты ұстауға көмектеседі. Қарбыздың құрамындағы С дәрумені бета-кератин бар және ол ауруды қалыпты ұстауға көмектеседі. Қарбыз құрамындағы С дәрумені бета-кератин және лютеин көруге жағымды әсер етеді. Олар көз шырышын құрғап кетуден және катаракта мен глаукома дамуын қорғайды. Кемшілігі: қарбыз аллергия беруі мүмкін. Кейде қарбыз гүлдері тозаңданады, ал ол ең аллергенді арамшөптердің бірі. Қарбызға аллергияның белгілерін ұсынамыз: тіл мен еріннің ісіп кетуі, тері мен мұрын қанатының қышуы, қатты жөтел, түшкіру және мұрыннан су ағуы, құсу, диарея, жүрек айну, іш ауруы болуы мүмкін. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, ең жоғарғы деңгейдегі дәруменнің барлығы қарбызда екен. Әдетте мұндай жағдай тек қызыл көкөністерді, жеміс-жидектерде кездеседі екен. Сонымен қатар қарбызда ликопин,
Сонымен қатар қарбыздың арқасында беттің түсі мен шаш құрылымын жақсартады. Біздің денеміз аргинин мен лизин іспетті аминқышқылдарын қажет ететін көпке мәлім. Адам организмі оларды өздігінен өндіре алмайды. Сол себепті біз оларды тамақ құрамынан аламыз. Қарбыз дәнінің құрамында триптофан мен глутамин қышқылы іспетті кейбір аминқышқылдар кездеседі. Лизин кальцийдің сіңуіне көмектеседі. Ал аргинин зат алмасу үрдісін жақсартып, жүрек-қан тамырлар жүйесін күшейтеді. Қарбызды жеу аса пайдалы. Себебі ол демікпенің алдын алады. Қарбыз дәні жүрек пен тыныс алу органдары үшін маңызды магнийдің таптырмас қайнар көзі болып табылады. Жеміс бұлшықеттерінің ауруын азайтады. Амин қышқылдарының арқасында қарбызды қолдану бұлшықеттің жұмысын жақсартады. Олардың шамадан тыс сезімталдығын жояды. Спортшыларда көптеген келу уақытын және келесі жаттығуды орындауға кірісу қабілетін азайтады. Қарбыз артериялық қан қысымын қалпына келтіреді. Зерттеулер жеміс құрамында бар элементтер гипертонияға шалдыққан егде жастағы адамдардың қан қысымын төмендететінін көрсетті. Қарбыздың құрамында мәйектің қызыл түсіне жауап беретін ликопин бар. Ол өз кезеңінде түрлі жүрек ауруларының алдын алуға таптырмас мүмкіндік береді. Сонымен қатар бет терісін жақсартып, ерлердегі өнімсіздікті арттырады. Қарбыз аса мықты антиоксиданттың қайнар көзі. Олардың құрамында С витамині де кіреді. Олар қатерлі ісікке шалдықтыратын еркін радикалдардың құрылуына қарсы күресте үлкен көмек көрсетеді. Жемістер ас қорыту жүйесін қалыпқа келтіріп, гидратацияға жол бермейді. Қарбыз мәйегіндегі су мен талшықтардың үлкен мөлшері іш қатуды болдырмай, асқазан ішек жолының денсаулығын жақсартуға көмектеседі. Оған қоса жеміс құрамында ыстық күндер кезінде орын алатын құрғатудан қорғайтын маңызды электролиттер бар. Қарбыз шаш пен терінің жағдайын жақсартады. Жемісте май бездерінің өндіруге қажетті А витамині бар. Ол өз кезегінде шаштардың ылғалдандырылуы үшін аса қажет. А витамині организм ұлпаларының өсуі үшін шаш пен тері үшін де қажет. С витаминін қолдану шаш пен терінің құрылымын қамтамасыз ететін коллагеннің құрылуына себепші болады. Өсімдік құрамында нәрлі зат холин бар. Ол жасушалық мембраналардың құрылымын бір қалыпта ұстап тұруға және жүйкелік импульстарының берілуіне себепші болады. Өзіңді сергек әрі жақсы сезіну үшін қарбыз жеген жөн. Оны күнделікті қолдану энергия мөлшерін 23%-ға көбейте түседі. Оны жасушаларды магниймен қамтамасыз ететін В6 витамині іске асырады. Үлкен жемістердің құрамында көптеген пайдалы заттар бар екенін бәріміз жақсы білеміз. Алайда кейбір аурулар кесірінен бұл жемістен бас тартқан да жөн. Мәселен, бүйрек ауырған және оның құрамында тас болған жағдайда зәр айдайтын өнімді көп қолданбаған абзал. Гастрит, колит, панкреатитке шалдыққан адамдарға да қарбызды көп қолдануға болмайды. Жемістің өсіп шыққан ортасы, сақталған жері мен қолданылған мекені де оны адам денсаулығы үшін қауіпті ете алады. Өнімді тас жолдан алыс орналасқан жерде шатырдың астында өсіруге болады. Себебі асқабақ тұқымдастар бірнеше сағат ішінде ақ көліктер бөліп шығаратын көптеген ауыр металдарды тез сіңіріп алады. Қарбыз таңдаудағы тағы бір қауіп тудыратын себеп құрамында нитраттардың болуы. Шын мәнісінде нитраттар барлық жемістерде емес, тек кейбір таңдаулы түрлерінде ғана кездеседі. Асқабақ тұқымдастар уақыты тамыз соңынан қыркүйектің басына дейін созылады. Қарбыз бен қауындарды тым ерте пайдалану денсаулыққа кері әсер етіп, улануға әкеп соқтыруы мүмкін. Тәтті жемісті тек қана арнайы базарларда, дүкендер мен супермаркеттерден сатып алған жөн. Бұл мекемелерде сапасыз өнім алу қаупі анағұрлым төмен. Себебі олар жемісті қабылдап алмас бұрын арнайы лабораториялық тексеріс жүргізеді. Достар, осымен бүгінгі қарбыздың зияны мен пайдасы туралы ақпаратымыз аяқталды. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, маған лайк басып, комментария жазып,
және маған тіркелмесеңіздер тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да осындай қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын және каналымда оңай жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын.